Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Бүгінгі видеоблогта қан қысымы, мынау давление деп жатамыз. Жоғарғы давление, төменгі давление, давлениенің белгілері және де қалай көмек көрсетуге болады, сол туралы айтатын боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыз. Баршаңызға мың алғыс. Жалпы қан қысымы бұл қан тамырлардың қабырғаларына түсетін күш, нагрузканың салдарынан болады, және де науқастың жасы мен денсаулығына тікелей байланысты болып келеді. Ол қан тамырларда, барлық адамның қан тамырларында бірдей қысым болмайды. Тек қана біздің қолымызда, қолдағы артерияларда қан қысымы өте жоғары болып тұрады. Сол жерден анықтайтын боламыз. Қан қысымы бұл жүрек қан айдағанда артериялар арқылы қанның ағуына қарсы көрсететін күштің бірі. Ол адамның денсаулығына өте маңызды болып келеді. Бұл қан қысымына жай қарауға болмайды, әрине. Жалпы бізде қан қысымның негізгі көрсеткіші бұл біріншісі систолалық қысым дейді, жоғарғысы деп жатамыз. Жүрек жиырылғанда қан тамырлардағы қысымды анықтаймыз. Екіншісі диастолалық қысым, бұл төменгі деп жатамыз. Бұл жүрек босаңсыған кезде сол күйдегі қан тамырлардағы қысымды анықтаймыз. Негізі жалпы дені сау адамның физический адамда 120-ға 80 болады. Бұл негізінде қалыпты рабочий қан қысым деп жатамыз. Ал енді жағдайларға қарай айтатын болсам, қалыпты қан қысым бұл 90 мен 120, жоғарғы қан қысым бұл гипертония дейміз. 130-130-дан жоғары болатын болса, бұл уже гипертонияға жатады. Ал төменгі қан қысым гипотония дейміз. Бұл 90-нан төмен болған жағдайда гипотонияға жатады. Қан қысымға әсер ететін факторлар бұл жалпы қан қысымның тұқым қуалаушылықтан болады, стресстен болады, тамақтану дұрыс болмаса, көбіне тұзды, майлы тағамдар, энергетиктер көп ішетін адамдарда уақыт өте келе пайда болады. Және де ашушаң адамдарда пайда болады. Және де дене қозғалысы аз болатын адамдарда, және де адамның жасына қарай, возрастына қарай давление болуы мүмкін. Қан қысымды бақылау керек, міндетті түрде күнделікті бақылап отыру керек, әсіресе үлкен кісілерге, учетта тұратын кісілерге. Себебі жоғарғы қан қысым бұл инсульт, инфарктқа келуі мүмкін. Сол себепті міндетті түрде бақылаңыздар. Ал төменгі қан қысым болатын болса, ол әлсіздік, бас айналу, естен тануға дейін апарады. Және де давление көтерілген кезде алғашқы көмек бұл давлениесі көтерілген адамға давлениесінің нақты өзінің биік болып тұрса, сол давлениені айтпау керек, себебі оны ойланып тағы да одан сайын қиындап кетуі мүмкін жағдай. Кішкене берірек азайтып айтамыз. Және де тыныштықты сақтаймыз. Терең тыныс алу керек ол адам. Егер де учетта тұратын болса, күнделікті ішіп жүрген дәрісін бақылау керек. Сол дәріден беруге болады. Қатты көтерілген жағдайда каптоприл, каптопресс деген сияқты дәрілерді тілдің астына қою керек. Глицерин деп жатады. Терезені ашып ауаны тазарту керек. Аз мөлшерде су беруге болады, көп берудің қажеті жоқ. Егерде 180-ге 110-нан жоғары болса, міндетті түрде жедел жәрдем шақыру керек. Және де қан қысымы көтеріліп тұрған адамға көк шай ұсынуға болады. Кішкене әңгіме айтсаңыздар, әсіресе үлкен кісілер болса, олардың давлениесі бірден түсе бастайды. Себебі үлкен адамдарды үйде жан-жақта адамдар тыңдамайды. Сол себепті резко көтеріліп кетіп жатады. Әңгіме айту барысында да түсіруге болады. Ал қан қысымы бұл түсіп кеткен жағдайда қалай көмек беру керек десеңіз, давление түскенде ағзаға оттегі мен қан аз мөлшерде барады. Сол себепті бас айналу, көз қараю, әлсіздік және де бас ауруы сияқты белгілер болады. Науқастың аяғын кішкене сәл жастықпен, столмен биік көтеруге болады. Қанның айналуын миға жақсы жетуіне көмектеседі. Таза су беруге және де таза ауаны алмастыру керек. Тәтті шай, тәтті кофе беруге болады. Қара шоколад беруге болады. Және де цитрамон дәрісін, таблеткасын берсеңіздер, өте жақсы көтереді. Себебі цитрамонның құрамында парацетамол, аспирин, кофеин бар. Өте жақсы көмектеседі. Ол практикада болған. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын, әрдайым жақсы жүріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қан қысымдарыңызды күнделікті өлшеп жүріңіздер. Аман болыңыздар. Баршаңызға мың алғыс.